Қайырлы күн, мен сіздерге фисташковый пирогтың сметанасын ұсынамын. Видеоны соңына шейін көріп, комментарий жазып, лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Дәл видеодағыдай бірінен бірін қосып, құрғақ инегер құрамындағы құрғақ нәрселерді қосып, сосын кейін үстіне жақсылап араластырып, үстіне майымызды қойып, комнатный температурадағы майымызды қосып, жақсылап песочный тесто істеп алып, жұмыртқа қаймағымызды қосып, жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Дәл видеодағыдай істеп, кеңес беремін. Қамырын илеп біткеннен холодильникке 20-30 минутқа қойып қоясыздар. Сол 20-30 минуттың аралығында начинкасын дайындаймыз. Егер де сіздерге осындай пирог ұнамаса, красительді қоспай қоюға да болады. Мен фисташковый пирогты істеп, қонақтарымды күтуге пісіріп жатырмын. Өте керемет дәмді болып шығады. Істеуге кеңес беремін. Un 350 грамм, қант 100 грамм, 50 грамм қаймақ, 2 жұмыртқа, кішірек болған жақсы жұмыртқаны жақсылап ең қадір илеп аламыз. Онда көп қоспаймыз, жабысқақ болады. Сондай жабысқақ жұмсақ қамырмен істеген де өте жұмсақ болып піседі. Үгілмелі, ауызда еритін пирог. Холодильникке қояр алдында міндетті түрде салафанға салып, аузын жауып қоямыз, кеуіп қалмау үшін. Енді салмасы мына жерде 500 грамм қаймақ, 100 грамм қант, 4 жұмыртқа. Осыны жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Сосын үстіне чайный ложкамен орта қасық красителімізді қосамыз. Мен осындай шығады әдемі. Бұл пирог піскеннен кейін 2 сағаттан кейін турауымыз болады. Осындай краситель қосамыз. Цветі әдемі болып шығады. 2 сағаттан кейін, 2,5 сағаттан кейін турауға кеңес беремін. Пештен шыққаннан кейін 1 сағаттан кейін немесе сразу турасаңыздар, ішіндегі начинкасы ағып кетеді. Сондықтан да 3 сағат, 2 сағаттан кейін, 3 сағаттан кейін кессеңіздер, начинкасы 2 сағаттан кейін жүк қоюланып, өз формасын ұстап тұратын болады. Өте керемет. Осылай болып шықты. Енді қамырымызды екіге бөліп, үлкен жағын астына салып аламыз. Содан кейін кішірек жағын бортикке жасаймыз, жан жағын. Әдемілеп істеуге болады. Менде форма
30 диаметрлік. Осыны кішкене оқтамен біраз нетіп аламыз. Соң қолмен басып, енді жан-жағын әдемілейміз. Осы жан-жағын бәрін істедік. Енді вилкамен осы тесіп шығамыз. Астын, жан-жағын бәрін. Егерде вилкамен теспесеңіздер, мынау жан-жағын бәрі үлкен болып пісіп кетеді, әдемі болмай қалады. Сосын мынау начинкасына бөлек алынып тұрады, жан-жағындағы шеттегілері. Сондықтан да жан-жағын бәрін вилкамен тесіп шығуды кеңес етемін. Міне өте керемет болып шықты. Піскеннен кейін өте сонда әдемі болып шығады. Міне әдемі керемет болып пісті. Осы видеоны соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Пісіруге кеңес беремін, еш өкінбейсіздер. Өте дәмді керемет. Қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше тіркеле кетіңіздер.